достар, әңгіме басталмай жатып тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Екі оттың ортасында қалдым. Үйленгенімізге 13 жылға жуықтап қалды. Аллаға шүкір, жағдайым ешкімнен кем емес. Ел қатарлы үй салдым, көлік алдым. Тұрақты жұмысым, өзім сүйіп қосылған әйелім де бар. Бірақ адамның төрт құбылас әрдайым тең бола бермейді екен. Соңғы кездері өзімнің анам реніш білдіріп әңгімесінен басымды қатырып жатыр. Оның айтқанын істейін десем әйелімнің көңілін жыға алмаймын. Қысқасы былай, менің әйелім 2 ағайынды еді. Өзінен кейін інісі бар тұғын. Біз үйленген жылдары мектепті енді бітіріп студент атанған болатын. Университеттің 3-ші курсында достарымен шомылуға барып, суға батып қайтыс болды. Тағдырдың жазуы шығар, десе де қазасы бәрімізге қатты батты. Жезде деп ақыл сұрап көмекшім боп жанымнан бір ел қалмайтын бала еді. Қайынымның қазасы ата-енеме, әйеліме де оңай тимеді. Әсіресе қайын атам бүк түсіп жатып қалды. Ұрпағын жалғастыратын жалғыз тұяғынан қапияда көз жасып қалды. Осы қайғыдан соң жиі қан қысымы көтеріліп кете беретін болды. Сол ауру 3 жылдан соң атамызды да алып тынды. Ауырдым деп айтпай ішінен тынып жүрген екен. Ұйықтап азанда оянбады. Құдай мұндай қазаны ешкімнің басына бермесін, оңай емес екен. Денелі, бойы ұзын. Енем бір сәтте шөгіп бір уыс болып қалды. Әйелім енді анасынан айырылып қалмайын деді ме, қайта сол кісіге барып, кейде сонда қонып қалып жүрді. Атамыздың жылдық асын өткізгенше үндемедім. Әйтпесе 2 күннің бірінде төркінде жүргенім маған да ұнамайтын. Әйелі жоқ үйде береке болсын ба? Асын берген соң сандуғаш, енді үйде болғаның дұрыс. Тірі адам тіршілігін жасау керек деп әңгімені бастадым. Мамамды қайтем, ол енді жалғыз қалай өмір сүреді деп жылап қалды. Мамаң жалғызсырамас үшін Рамазан сол кісінің қолына берейік. Мектебі де жақын, апасына қолғанат болып жүреді деп ұсыныс білдірдім. Бұл ойымда әйелім де қуана қолдады. Сөйтіп баламыз апасының қолына көшіп барды. Дегенмен атта сайын біз барамыз, кейде апасы екеуі келіп кетеді. Арада байланыс үзілген жоқ. Ол кезде балам 5-ші сынып оқитын. Әлі бала, артық ауыз тірлігі жоқ тұғын. Бірақ уақыт өте мінезі құлқы өзгеріп, сабақтан соң үйге тіке қайтпай, достарымен көше кезетін әдет шығарыпты. Онысы апасына уайым. 1-2 мәрте ескертіп тәртіпке шақырғандай болдық. Бірақ нәтиже шықпады. Ақырында енем, балаларың бұрынғыдай емес, ер жетіп келе жатыр, енді мені тыңдамайтын болды. Көшеге құмар, ертеңгі күні бірдеңе болса мен жауап бере алмаймын. Өздерің тәрбиелеңдер деп үлкенімді өзімізге қайтарды. Сөйтіп енем 1 жылдай жалғыз тұрды. Ондай кезде әйеліме қатты уайым. Күніне бірнеше мәрте телефон соғып, видеоқоңыраумен жиі сөйлесіп хабарын алып тұрады. Ол кісі де қартайды ма, жиі ауырады, қант диабетіне шалдыққан. Кейде қан қысымы көтеріліп кете береді. Бір күні әйелім жылады. Мамамның үйіне қартайғанда жалғыз қалатындай не жазығы бар еді. Құдай інімді алғанша мені алмады ма, шаңыраққа ие болып отырар еді ғой, деп іштегі шерін тарқатқан сайын сай-сүйегім сырқырап кетті. Түсінемін, оған да оңай емес. Мына жақта отбасы, ана жақта жалғыз анасы. Бәрі өзіне уайым. Содан мен сандуғашқа мамаң біздің үйге көшіп келе салсында, жер үйдеміз, бөлме бәрімізге жетеді. Оның үстіне ары-бері кетсек балаларға бас көз болып отырады дедім. Шынында да енемнің ешкімге зиян жоқ, өте зиялы кісі. Мен дегенде жанын беруге әзір. Ұсынысым әйелім естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Осын саған қалай айтарым білмей жүретін. Рахмет деп бетінен шөпілдетіп сүйіп алды. Ертеңіне екеуміз енеме барып ойымызды айттық. Біздің балалардан шаршап кетсеңіз өз үйіңізге келіп тұрасыз, ер көзіңізде. Дегенмен біздің үйде болғаныңызды қалаймыз, дедім. Қалай болар екен? Ел жұрт әңгіме етпей ме? Деп қипақтап ақырында көнді. 1 аптадан соң киім-кешегімізді көшіріп әкелдік. 1 жыл болды, енем біздің үйде тұрып жатыр. Шынымды айтайын, үйге береке кіргендей болды. Сандуғаш екеуміз бір күн жұмыстамыз. Келсек тамақ дайын, балалардың да қарны тоқ. Өзімізге бұл шешім ұнады. Бірақ өзімнің туған анам миымды жеп жатыр. Сен бала неге бізбен ақылдаспайсың?
Енді біз сенің үйіңе барып аунап-қунап қалай жатамыз? Құдағи да қызық, жұрттан ұялмай қалай көшіп келе салды. Бірдеңе етіп үйіне қайтарыңдар. Сол келе-келе сенің үйіңе баруды сиреттік. Бұрынғыдай апталап жата алмай қалдым, деп айта береді. Онда тұрған не бар, келе берсеңізші, қайта әңгіме етіп шер тарқатасыздар десем, түсінбейді. Нұрбектің енесі күшігене болды, осының қолына көшіп келген, деп төркін жағына әңгіме етіп отыр бір жиында. Ызам келді. Мама, мынауыңыз сандуғаш пен құдағиыңыз естімесін. Ендігәрі айтпаңыз, ол өзі келген жоқ, мен әкелдім. Ол да менің екінші анам. Жалғыз қалғанына жазықты ма, деп сөйледім. Содан бері өз анам қырын қарап жүр. Бұл қайын жұртшыл, құдағиға арнап туғанбыз, деп тағы сөйледі. Қалай айтсам да анама түсіндіре алмай қойдым. Менің не істегенім дұрыс? Неге туған анам жағдай түсінуге тырыспайды? Енем үшін анаммен ашу араз болғаным жаныма батып жүр.